Саламатсыздар ма оқушылар? Сонымен бізде пирамиданың екінші бөлім, яғни ары қарай есептерін жалғастыратын боламыз. Сонымен бізде берілгені табан қабырғасы 6 см-ге тең және бүйір қыры 30 см-ге тең төртбұрышты дұрыс пирамида биіктігін табыңыз дейді. Төртбұрышты дұрыс пирамида дейтін болса, онда ол не істейді дейді? Табанында тең қабырғалы төртбұрыш, яғни квадрат жатыр деген сөз. Так, табанында квадрат жатыр. Так, табан қабырғасы 6-ға тең. 6 болады. Бүйір қыры мына жер бізде 30 болады. Онда бізге мынау биіктікті табу керек. Олай болса, осының алдында пирамида бірінші бөлімде айтқандай, бізде мына жер диагональдің жартысы болады. Сонда диагональ бізде а түбірасты 2 деген формуламен анықталады. Сонда d тең болады 6 түбірастында 2. Сонда бізде мына тікбұрышты үшбұрышымыз биіктігі мына қыры 30, табаны 3 түбірасты 2 болады екен. Так, енді не істейміз? Пифагорға саламыз. H тең болады 30-дің квадраты 900, одан азайтамыз 18-де 3 түбірасты 2 квадрат. Сонда бізде болады қанша болады? Так, 800. Так, 900-ден 18 азайтсақ 882 болады екен. 882 дегеніміз бізде 441 мен 2 көбейтіндісі, значит бізде ол 21 түбірастында 2 деген жауапты аламыз. Келесі, үш бұрышты дұрыс пирамиданың төбесіндегі жазық бұрыш 90 градусқа тең, бүйір бетінің ауданы 192 дейді. Пирамиданың бүйір жағына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Бүйір бетінің ауданы 192 дейді. Үш бұрышты пирамида болғандықтан бізде бүйір жағы 3 болады. Сол себепті бір бүйір жағын аудан табатын болсақ, BJ деп қойайын. 192-ні не істейміз? 3-ке бөлеміз. Так, сонда 192-ні 3-ке бөлсек 64 екен. Енді пирамидалардың бүйір жақтары тең бүйірлі үшбұрыштар болады. Қырлары бірдей. Осының жазық бұрыш деген төбесіндегі бұрышы 90 градус. Значит, бізде бүйір жағы қандай? Тең бүйірлі тік бұрышты үшбұрыш болып тұр. Осында получается. Екі қыры бізде бірдей с болады. Осының ауданы 64 болып тұр. Бір бүйір жағын ауданы. Сонда 64 тең тік бұрышты үшбұрыштың ауданы бізде 2-ден 1 АБ болады ғой. Сонда мынау бірдей болғандықтан 2-ден 1 с квадрат дейік. Осы жерден с квадрат тең болады 64-ті 2-ге өтсек 128. Ал 128 дегеніміз ол 8 түбірастында 2 деген сөз. Сонда бізде бүйір қыры 8 түбірасты 2 болады деген сөз. Ал енді табаны бізде қанша болады? Диагональ болып кетеді, яғни гипотенузасы немесе А дегеніміз бізде 16-ға тең болады. Түбірасты 2-ге көбейте саламыз 8 түбірасты 2-ні. Енді бізге айтып жатыр, бүйір жағына сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Сонда бізде мынау тік бұрышты үшбұрыш болады еді ғой, тең бүйірлі. 8 түбірасты 2, мына жағы да 8 түбірастында 2, 16 деген бізде несі болады? Гипотенузасы болады. Сонда тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы гипотенузаның жартысына тең. Сонда 16 бөлінген 2 тең болады 8-ге. Так, осымен бұл есебіміз осылай шығады екен. Так, сонымен жалғастырамыз. Пирамиданың бүйір қырлары табан жазықтығымен 30 градус бұрыш жасап көлбейді. Пирамиданың табаны қабырғалар түбірасты 3, 2 және 3 см болса, 3 см-ге тең үшбұрыш дейді. Пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Так, жазық бұрышы дегеніміз
бұл жаңа айттық, не болады дедік бізде, бүйір жағының төбесіндегі тең бүйір жағының төбесіндегі тең бүйірлі үшбұрыш айтады. Енді бүйір қырлары табан жазықтығымен деп тұр екен, өтірік айтамын. Табан жазықтығымен деп тұр екен. 30 градус бұрыш жасап көлбейді. Значит, бізде мән беретін нәрсе бүйір қырлары табан жазықтығымен 30 градус бұрыш жасап көлбейді деген мына жерге, осы сөйлемге біз мән беруіміз керек. Бұл сөйлем бізге нені айтып жатыр, не подсказка беріп жатыр десек, егер бүйір қырлары бірдей бұрыш жасап көлбейтін болса табан жазықтығымен, онда бұл үшбұрыштың несі, биіктігі сырттай сызылған шеңбердің радиусына түседі деген сөз. Так, не таңдап кетті? Бәсе маркер таңдап кетті. Сырттай сызылған шеңбердің радиусына түседі деген сөз. Олай болса біз пирамиданы сызып алсақ. Так, примерно осындай. Табан жазықтығымен 30 градус бұрыш жасап көлбейді дейді. Значит, бізде биіктігі осының сырттай сызылған шеңбердің радиусына түседі дейді. Мынау бізде биіктік болсын, қызылмен тұрған. Сонда мынау табан жазықтығымен мына қыры екеуі арасындағы бұрыш 30 градус болады деген сөз. Так, немесе сендерге бұның несін көрсетеймін. Сызбасын ше. Сызбасы бізде қалай болады? Пирамида. Так. Бұл емес. Осы бізде. Так, бұл былай болып тұр бізде. Егер қырлары, жасылмен қазір бояп жатқаным, бұл бізде пирамиданың қырлары болып келеді. Осы қырлары табан жазықтығымен 30 градус бұрыш жасап көлбейді деп тұр ғой. Мынау розовыймен тұрған, бұл арасындағы табан жазықтығымен қырының арасындағы бұрышты айтып жатыр. Табан жазықтығымен қырының арасында бұрыш. Енді осының жоғары жағынан қарайтын болсақ, мына үшбұрышқа шеңбер сырттай сызылып тұр. Сонда осы сырттай сызылған шеңбердің радиусы мен қырының арасындағы бұрышты айтып жатыр ғой. Биіктік сол сырттай сызылған шеңбердің радиусына түседі. Мына жерде 90 градус деп мынау несеп тұр, көрініп тұр. Сонда біз бұған бұл сызбаға біз алыстан былайынан қарайтын болсақ, так, тура осылай қарайтын болсақ, бізде мынау тік бұрышты үшбұрыш көріп тұрмыз. Значит, бізде мына жаққа қазір сол тік бұрышты үшбұрышты сызуымыз керек. Сонда бізде тура алдымызда былай көрінеді. Бүйір қыр мен табан жазықтығы арасындағы бұрыш, яғни 30 градус дедік, ал табаны бізде үлкен R болады дедік. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Мына өзі само собой биіктік. Енді бізде пирамиданың табанының қабырғалары түбір асты 3, 2 және 3 дейді. Шамалы біртүрлі сандар берілген екен. 2 болсын, 3 болсын, мына жақ бізде түбір асты 3 болсын. Енді сырттай сызылған шеңбердің радиусы бізде АБС бөлінген 4СZ. Так, АБС енді түсінікті, енді 3 қабырғасын бір-біріне көбейте саламыз.
Енді S деген ол ауданы. Ауданы табайын десек, бізге не керек? 3 қабырғасы 3 түрлі болғандықтан өлшем бірліктері. Онда бізге герон керек. Геронда бізде жарты периметр деген нәрсе бар. Яғни 3 қабырғасын қосамыз, 2-ке бөлеміз. Сонда 2-ке 3-ті қоссақ 5, оған қосамыз түбірасты 3-ті и бөлеміз 2-ке. Осы нәрсе бізде жарты периметр. Сонда S тең так 5 плюс түбірастында 3 бөлінген 2 көбейтілген. Енді бұдан 2-ні азайтуымыз керек. Бұдан 2-ні азайту үшін мына жақтан бір черновик ашып алайын. Так, 5 плюс түбірасты 3 бөлімінде 2 азайтылған 2. Пи минус А еді ғой формулада. Сонда ортақ бөлім берсек, мынаған 2-ден түседі тағыны. 5-тен 4 азайтамыз 1. Сонда түбірастында 3 минус 1 бөлінген 2 болады. Енді осы периметрден біз не істейміз? Келесі бір қабырғасын азайтамыз. Түбірасты 3 бөлінген 2 азайтылған 3 дейміз. Ортақ бөлім 2-ден түседі тағыны. 5-тен 6-ны азайтсақ 1. 5-тен, нарада 5-тен 4 азайтсақ 1 плюс 1 болып кетеді деген ғой. Сонда мынау бізде түбірастында 3 минус 1 болады. Бөлінген 2. Енді үшінші қабырғасы 5 плюс түбірастында 3 бөлінген 2-ден мен азайтамын түбірасты 3-ті. Ортақ бөлім 2-ден болады тағыны. Бұл жерде бізде 5 минус түбірасты 3 бөлінген 2. Бұл бізде нау 3 қабырғасы азайтқан кезде периметрден ше. Енді соны жазып шығамыз. Так, бірінші бізде 5 минус түбірасты 3 бөлінген 2 дейік. Көбейтілген түбірасты 3 плюс 1 бөлінген 2. Көбейтілген түбірастында 3 минус 1 бөлінген 2. Тең. Так, 2, 4 болады. Оғанна 4-ті көбейтсек, 16. Сонда түбірдің астынан бізде 4 шығады. Жоғарда бізде енді жоғарда мына жақта біз формула байқауымыз керек. 5 плюс түбірасты 3, 5 минус түбірасты 3. А плюс Б, А минус Б деген нәрсе. Сонда бұл бізде А квадрат минус Б квадрат. Сонда 5-тің квадрат 25-тен 3-ті азайтамыз. 22. Көбейтілген. Мына жақта да түбірасты 3 плюс 1, түбірасты 3 минус 1. 3-тен 1 азайтсақ 2. Сонда бізде бұл 44-ті береді. 44 дегеніміз 4 пен 11-дің көбейтіндісі. Демек 2 түбірастында 11 бөлінген 4-ке. Бұл қысқарады тағыны түбірасты 11 бөлінген 2 деген бізде бұл үшбұрыштың ауданы болып табылады. Так, үшбұрыштың ауданы таптық. Енді R-ді табайық. Үлкен R тең болады АБС, яғни 2 көбейтілген 3 көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 4 көбейтілген түбірасты 11 бөлінген 2. Сонда 2 мен 4 қысқарады тағыны 2-ге тең болады. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда бізде не қалды? 3 түбірастында 3 бөлінген түбірастында 11 деген қалды. Бұл бізде сырттай жазылған шеңбердің радиусы. Енді 30 градусқа қарсы жатқан ол бізде биіктік болып тұр, ал жоғары жағы мына жақта 60 градус болып тұр тікбұрышта үшбұрышта. Сонда 60 градусқа қарсы жатқанымыз R-іміз 3 түбірасты 3 түбірастында 3 бөлінген 11 болса, H деген биіктігіміз 30 градусқа қарсы жатса, онда ол түбірасты 3-ке бөлгенге тең дейді. Яғни 3 бөлінген түбірастында 11-ге тең болады. Бұл бізде биіктік. Енді биіктік бар, үшбұрыштың ауданы бар, пирамиданың көлемін таба береміз. В тең 3-тен 1
көбейтілген s табан, яғни түбір астында 11 бөлінген 2 көбейтілген 3 бөлінген түбір астында 11. Сонда түбір асты 11 мен түбір асты 11 қысқарады. 3 пен 3 қысқарады. Бізде жауап 2-ден 1. Яғни 0,5 болады екен. Сонымен бұл есеп осылай шығады екен. Сандар бұлай не болғанмен, ыңғайсыз болғанмен әдем жауап шығады екен. Келесі, үш бұрышты дұрыс пирамиданың биіктігі мен бүйір жағының арасындағы бұрыш 30 градусқа тең. Пирамидаға іштей сызылған шардың радиусы 1 сантиметрге тең болса, табан қабырғасының ұзындығын табыңыз дейді. Енді бұл жерде бізге точно сызбаға қарау керек. Өйткені пирамиданың ішінде шар қалай орналасады? Пирамиданың ішінде шар қалай орналасады? Пирамида ішінде қалай орналасады дейді. Міне мынау бізде үшбұрышты дұрыс пирамида, дұрыс үшбұрышты пирамида, то есть енді осының ішіне шар сызылған. Енді біздің айтып жатқан жаңа бүйір жағы мен биіктігінің арасындағы бұрыш деген сөз, мынау розовый метод, так мен бұны жасыл жоқ, көкпен бояп қояйын. Осы көкпен боялған, яғни бұл апофемасы ғой, үшбұрыштың бүйір жағының ше, пирамиданың апофемасы. Яғни бұл дегеніміз бүйір жағындағы мынау тең бүйірлі үшбұрыштың биіктігі. Осымен пирамиданың биіктігінің арасындағы бұрыш 30 градус деп тұр. Сонда бізге көз алдымызда мына сызба пайда болады. Мына бізде шарымыз центрі мынау G деп тұр. Яғни бұл бізде шардың центрі. Жалпы сызба сонда осылай орналасады екен. Енді біз осыны бізге керек жері мына жер болады. Бұның бізге керек жері мынау биіктігі, мынау бізде апофемасы, мынау бізде биіктігі дедік. Екеуінің арасындағы бұрыш 30 градус. Одан кейін осының ішінде бізде шар сызылған. Бізде шар қалай көрінеді? Примерно осындай, енді ұқсамай қалды. Мына жер бізде центрі дедік, G деп тұр. Осы жерде мына аяққа бізде не жүргізілген? Радиус жүргізілген. Так. Бұл радиус жүргізілген кезде апофемасы екеуі арасында бұл жанама болып кетеді. Жанама болғанда бұл жер бізде 90 градус болады деген сөз. Енді бізге не берілген? Бізге шардың радиусы берілген, бірге тең дейді. Сонда 30 градусқа қарсы жатқан бізде қабырғамыз бірге тең болып тұр. Демек, бізде бұл былайынан тұр. Так, былайынан болып тұр. Мына жақ 30 деп тұр. Мына жанамамен 90 градус дедік қой. Мына жақ 1 болғаннан кейін, мына гипотенузамыз С деп қояйық. Бұл бізге 2-ге тең болады. Сонда А деп алатын болсақ, Адан бастап G-ға дейін мына жер 2-ге тең болады. Енді бізде шардың радиусы 1 ғой. G-дан бастап төменгі табаны B деп алатын болсақ, так, бұл жерге дейін бізде радиусымыз 1 болады. Сонда бізде общий пирамиданың биіктігі қанша болады? 3-ге тең болады деген сөз. Так, пирамиданың биіктігі 3-ге тең. Енді біз мына тікбұрышты үшбұрышты қайтадан сызайық. Мынау бізде апофемамыз, биіктігіміз 3-ге тең. Мына жақ 30 градус. Енді бұл жер 30 болатын болса, мына өзі сама собой 90 градус. Демек, мына бұрышымыз бізде 60 градус болады.
60 градусқа қарсы жатқан катетіміз, яғни биіктігіміз 3-ке тең болса, 30 градусқа қарсы жатқан осы 3-ті не істегенге, түбір асты 3-ке бөлгенге тең болады. Ал бұл дегеніміз пирамиданың іштей сызылған шеңбердің радиусы болады. Өйткені бұл не істеп тұр? Бүйір жағы арқылы центрге неғып тұр. Центрге дейін, центр мен бүйір жағы арасындағы кесінді ғой, былайша айтқан кезде. Так, енді бізге сұрап жатқан табан қабырғасының ұзындығы. Тең қабырғалы үшбұрыш болғаннан кейін, тең қабырғалы үшбұрыштың іштей сызылған шеңбердің радиусы формуласы А бөлінген 2 түбір астында 3. Осы жерде біз енді теңестіреміз. Іштей сызылған шеңбердің радиусы 3 бөлінген түбір асты 3-ті теңестіреміз А бөлінген 2 түбір асты 3-ке. Сонда түбір асты пен түбір асты қысқараттағаны А деген 6-ға тең болады. Бұл дегеніміз, сонда табанда жатқан дұрыс үшбұрыштың қабырғасы 6-ға тең болады деген сөз. Келесі, үшбұрышты дұрыс пирамиданың бүйір қырының ұзындығы түбір асты 3, бүйір қыры табан жастығымен 60 градус бұрыш жасаса, пирамидаға сырттай сызылған шардың радиусын табыңыз дейді. Енді бізге пирамидаға сырттай сызылған шардың радиусы дейді. Оның сызбасын көрейік. Так, пирамида внутри шара деген алайық. Міне, мынау пирамида үшбұрышты, осыған сырттай не сызылған, шар сызылған. Мына нүкте бізде бұл пирамидаға сырттай сызылған шардың центрі болып тұр, қызыл точкамыз. Енді ал мынау боялып тұрған қызыл сызық бар ғой, бұл бізде мына пирамидаға сырттай сызылған шеңбердің радиусы болады. Енді бізге айтып жатыр, бүйір қыры деді ма? Бүйір қыры арасындағы бұрыш берілген деді. 60 градус. Ол мынау немен, жасылмен көрініп тұр. Жасылмен боялып тұрған бұрыш. Осы жер не болады? Бүйір қыры мен табан жастық арасындағы бұрыш. 60 градус деп көрсетейін, по-моему. Так, сонда бізде дәл осы тік бұрышты үшбұрыш көрініп тұрған Д, мына жер О деп алсақ, мынау В. Осы тік бұрышты үшбұрышты сызуымыз қажет қазір. Так, мына жер бізде 60 градус деп тұр. Бүйір қырының ұзындығы берілген, түбір асты 3-ке тең. И бізде сырттай сызылған шардың радиусы, қазір оны қызылмен көрсетеміз. Ол былайынан тұр. Бұл бізде сырттай сызылған шардың радиусы. Ал төменде тұрған ол табандағы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Мына жер шеңбердікі. Ал мұны төбесіндегі шардікі. Мынау О деген бұл центр дейік. Мына жақ А болсын, мынау Б болсын. Мына жер бізде О1 болсын. Енді бүйір қыры түбір асты 3-ке тең. Арасындағы бұрыш бізде бүйір қыры мен астындағы табан жастығы арасындағы бұрыш 60 градус болса, жоғарысы бізде 30 градус болады. Мына жер 90 градус. Так, 30 градусқа қарсы жатқан катет бізде гипотенузаның жартысына тең. Сонда сырттай сызылған шеңбердің радиусы түбір астында 3 бөлінген 2-ге тең болады. Ал 60 градусқа қарсы жатқан соны түбір асты 3-ке көбейткенге тең деген. Бізде ереже бар, сонда мынау биіктігіміз пирамиданың. Бұл бізде 3 бөлінген 2-ге тең. Енді қызық мынада. Ендігі қызық мынада. Так, пирамиданың жалпы биіктігі 3 бөлінген 2 болса, мына О1 деген неге тең болады деген сөз ғой. О1 деген осы 3 бөлінген 2-ден мына жақта бізде R болып кетеді. R бұл шардікі. Осы R-ді азайтқанға тең болады. О1 деген.
Ал ОБ деген бұл шардың радиусы болып тұр. Ал О1В деген бұл түбір астында 3 бөлінген 2-ге тең болып тұр. Енді мен осының сызбасын сызсам, тағы да бір бөлек тікбұрыш үшбұрыш қылып, О деп тұр, О1 деп тұр, мына жер В деп тұр. Сонда мынау радиус, мына жақ түбір астында 3 бөлінген 2, ал мына жақ не болады? 3 бөлінген 2 минус R болып тұр. Сонда енді Пифагор құрастыратын боламын. Сонда R квадрат, яғни гипотенузаның квадраты, мына жақта тең болады 3 бөлінген 2-ні азайтылған R-дің квадраты қосылған түбір асты 3 бөлінген 2-нің квадратына. Сонда R квадрат тең 3 бөлінген 2-нің квадраты айтып, мысалы 9 бөлінген 4 азайтылған екеуінің көбейтіндісі 2 еселенген, сонда бұл 3R қосылған R квадрат плюс 3 бөлінген 4-ке. Сонда R квадраттар қысқарып кетеді тағыны. Минус 3R дегенді солға қарай өткізейін. Сонда 3R тең болады 4-тен 9-ға 3 қоссақ 12, 12-ні 4-ке бөлсек 3-ке. Сонда радиусы 1 болады деген сөз. Сонда есептің жауабы сырттай сызылған шардың радиусы 1-ге тең. Келесі, дұрыс төртбұрышты пирамиданың табан қабырғасы 2-ге тең, бүйір жағының биіктігі 6, пирамиданың бүйір бетінің ауданын табыңыз дейді. Бүйір жағының биіктігі 6 деген сөз, бұл бізде апофемасы деген сөз ғой. Так, мынау дұрыс төртбұрышты пирамида болсын. Мынау бізде бүйір жағы, соған біз биіктікті жүретін болсақ, мынау. Бұл бізде апофемасы болады. Енді пирамиданың бүйір бетінің ауданы төртбұрышты болатын болса, 2 көбейтілген А көбейтілген L. Сонда 2 көбейтілген қабырғасы 2 көбейтілген L дегеніміз 6-ға тең. Сонда 6 жердегі 2, 12, 24 болады деген сөз. Келесі, тік параллелепипедтің табанының қабырғалары 6, 8. Олар 30 градус бұрыш жасайды. Бүйір құры 5-ге тең. Параллелепипедтің көлемін табыңыз дейді. Бұл нағада жүр бұл есеп пирамиданың ішінде. Так, шығарайық онда. Так, табанның қабырғалары 6 және 8. Сонда табанда бізде не жатыр? Параллелограмм жатыр. Арасында 30 градус. Бүйір құры 5 деген сөздің биіктігін айтып жатыр. Енді көлем табу үшін S табан көбейтілген H. Табанның ауданы, параллелограммның ауданы бізде S тең AB синус альфа болатын. Сонда 6 көбейтілген 8 көбейтілген синус 30 градус дегеніміз 2-ден 1. Сонда 24-ке тең болады екен. Көлемі S табан көбейтілген H, яғни 24-ті көбейтеміз 5-ке. Сонда 120 деген жауапты алады екенбіз. Келесі, пирамиданың табаны тік төртбұрыш, оның қабырғалары 6-8, пирамиданың әрбір бүйір құры 13 см-ге тең, пирамиданың биіктігін табыңыз дейді. Есеп шығарған сияқтымыз. Так, қабырғалары 8 және 6, тік төртбұрыш, бүйір құры 13. Онда біз диагоналін табамыз ғой. Диагоналы бізде 6-8 болса 10 болады, значит оның жартысы 5. Сонда биіктігі 12 болады деген сөз. 5, 12, 13. Қандай үшбұрыш? Пифагор үшбұрышы. Үштігі деген. Так, пирамиданың табан катеттері 6-8, тікбұрышты үшбұрыш, пирамиданың биіктігі 2 түбір асты 3, көлемін табыңыз дейді. Так, В тең 3-тен 1 көбейтілген
табаны катеттері 6-8 болатын тік бұрышты үшбұрыш болса, табанның ауданын табайық. S табаны бізде 6 көбейтілген 8 бөлінген 2 тұғын. Осыны биіктігі 2 түбірасты 3-ке көбейтеміз. Сонда 3 пен 6 қысқараттағаны 2, 2 мен 2 қысқарат, сонда 16 түбірасты 3 деген жауап бола ма? 16 түбірастында 3. Келесі, пирамиданың табан қабырғалары 6, 10, 14 болатын үшбұрыш. Пирамиданың әрбір қыры табанымен 45 градустық бұрыш жасайды. Пирамиданың көлемін есептеңіз дейді. Әрбір қыры 45 градус бұрышпен бұрыш жасайды немесе көлбейді деген сөз болса, не істейміз дедік? Бұл бізде сырттай сызылған шеңбердің радиусына түседі деген сөз. Үлкен нерге. Үлкен нерге. Ал үлкен нер бізде АБС бөлінген 4S пен анықталады. Енді табанын одан тауып алайық. Табан қабырғалары 6, 10, 14 дейді. Геронға саламыз. Сонда жарты периметр керек. Жарты периметрі 14-ке 16-ны қоссақ 30, 2-ке бөлеміз 15. Так, үшбұрыштың ауданы түбір астында 15, көбейтілген 15-тен 6-ны азайтсақ 9 ба? 9 көбейтілген 5, көбейтілген 1. Сонда бізде неше шығады? 5 шығып кетсе 15 түбірасты 3 шығады екен. Так, енді сырттай сызылған шеңбердің радиусы. АБС 6 көбейтілген 10 көбейтілген 14 бөлімінде 4 көбейтілген 15 түбірасты 3. Так, 15 пен 10-ды қысқартсақ, 2-де 5-ке қысқартсақ 2, мынаған 3-тен. 3 пен 6-ны қысқартсақ 2 болады. Сонда 2 мен 4 кетеді. Сонда бізде получается 14 бөлінген түбірасты 3. Бұл бізде биіктігі. Биіктігі деппін ғой. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Енді бізде әрбір бүйір қыры, то есть 45 градус бұрышпен көлбейді деген сөз. Пирамиданың қыры мен табан жазықтығы арасындағы бұрыш 45 градусқа тең деген сөз. Значит, бұл жер 45 болса, жоғары жағы да 45 болады. Демек, биіктігі мен сырттай сызылған шеңбердің радиусы тең деген сөз. Значит, биіктігі де 14 бөлінген түбірасты 3-ке тең. Көлем табайық. Көлемі 3-тен 1 көбейтілген S табаны 15 түбірасты 3 болды. Көбейтілген биіктігіміз 14 бөлінген түбірасты 3. Түбірасты 3 пен түбірасты қысқарады. 15 пен 3, 5, 5-ті 14-ке көбейтсек 50, 70 бола ма? 70 болады екен. Сонымен келесі есеп. 4 бұрышты дұрыс пирамиданың биіктігі 7-ге тең, табан қабырға 8-ге тең, бүйір қырын табыңыз дейді. Биіктігі 7, табанның қабырғасы 8 болса, бізде диагоналі 8 түбірасты 2 болады. Бүйір қырын табу үшін. Мына жерге соның жартысын аламыз. 4 түбірасты 2. Бүйір қыры дегеніміз мынау С. Сонда С деген табатын болсақ, Пифагор 49-ға қосамыз 32-ні. Сонда түбірастында 70, 81, одан 9 шығады деген сөз. Бүйір қыры 9-ға тең. Келесі. Пирамиданың табанына параллель жазықтық қимасы биіктігін 1 бөлінген 1 қатынасында етіп бөледі. Табанның ауданы 60 метр квадрат болса, қиманың ауданы неге тең? Так, осылай болып тұрғын. Енді биіктігі дейді.
жерден допустим бір биіктік түсірейік. Осы биіктігі 1 бөлінген 1 қатынасына десең, сызба ұқсамай қалды. Екеуі биіктігі дәл қақ ортасы деген сөз ғой. Биіктіктер бірдей деген сөз. Так, енді біз былай жасаймыз. Үлкен пирамиданың биіктігіне h деп алсақ, ол бізде 2-ке тең болады. Ал кішкентай пирамида тұр ғой, мынау тұрған. Оның биіктігі h1. Бұл 1-ге тең болады деп. Дұрыс қой? Сонда біз енді ұқсастыққа саламыз. Биіктіктің қатынастары 1 сантиметр бөлінген 2 сантиметр. Яғни кішкентай пирамида соның биіктігі үлкен h деген пирамиданың биіктігіне қатынасы. Тең болады. Табанның ауданы 60 метр квадрат болса, қима ауданы неге тең дейді. Так, мынаның ауданы айтып отыр бізде 60 деп. Ол үлкен пирамиданың табан ауданы 60 метр квадрат болса, үлкендігі x. Енді мынаның өлшем бірлігі метр квадрат, мынанікі метр деп алсақ, екі жағын бірдей қылу үшін квадраттаймыз. Сонда 1 бөлінген 4 тең болады x бөлінген 60. Осы жерден x табатын болсақ, 60-ты 4-ке бөліп 15 деген жауапты аламыз. Так, пирамиданың табанын параллель жаздық. 1 бөлінген 1, қима ауданы 2 болса, табан ауданы. Енді мұны керісінше. Дәл жаңағыдай 1 бөлінген 2, өлшем бірлігі метр деп алайық, тең болады. Наоборот, енді қиманың ауданы берілген екен, 2 метр квадрат. Бізге үлкен пирамиданың табан ауданы. Бұл x-ке тең. 2 жағын квадраттайсыз. 1 бөлінген 4 тең болады 2 бөлінген x. X тең болады 8 метр квадрат. Келесі, дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйірқыры 5, биіктігі 4. Пирамиданың көлемін табыңыз. Көлемін табыңыз дейді. Көлем табу үшін бізге табаны керек, қабырғасы A деген. Биіктігі 4, қыры 5. Значит, бізде оның табаны жер 3-ке тең болды. Бұл табан емес, бұл не? Диагональдің жартысы. Сонда диагоналіміз 6-ға тең болады деген сөз. Бұдан былай созатын болсақ, егер бұлайынан құрастыратын болсам, мен көрдіңдер ме? Пирамида шығады. Енді осы 6 дегеніміз табанның квадраты, өтірік айтамын. 6 дегеніміз a түбір асты 2-ке тең болады. Сонда a дегеніміз 3 түбір астында 2. Бұл бізде табанның қабырғасы. Енді көлем табайық. В тең 3-тен 1 s табан a квадрат, сонда 18 көбейтілген биіктік 4. 24 деген жауапты аламыз. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйірқыры 6-ға тең, табанына 30 градус бұрыш жасап көлбеген пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Бүйірқыры 6-ға тең, табанына 30 градус бұрыш жасап көлбеген дейді. Үшбұрышты пирамида ғой. Бүйірқыры табанына 30 градус дейді. Значит, үлкен ер ғой бізде. Бүйірқыры 6, мына жақ 30 болса, 30-ға қарсы жатқан бізде гипотенузаның жартысына тең, значит 3-ке тең. Бұл бізде не болады? Биіктігі болады. 60 градусқа қарсы жатқан осыған түбір асты 3-ті көбейткенге тең. 3 түбір асты 3. Сонда 3 түбір асты 3 бізде сырт тайсылған шеңбердің радиусына тең. Үлкен ерге. Сонда 3 түбір астында 3 тең дейміз, ол a бөлінген түбір астында 3. Осы жерден a дегеніміз 9-ға тең екен. Көлем табатын болсақ, 3-тен 1, табанның ауданы a квадрат түбір астында 3 бөлінген 4, сонда 9-дың квадраты 81 түбір асты 3 бөлінген 4, көбейтілген биіктігіміз 3. Сонда есептің жауабы 81 түбір астында 3 бөлінген 4 деген жауапты алады екенбіз. Так, сонымен келесі. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйірқыры 5-ке тең, ал биіктігі 4 дейді. Пирамиданың көлемін табыңыз. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйірқыры 5, биіктігі 4, пирамиданың көлемі. Есеп шығарған жоқ болса біз. Бұл есеп шығарған сияқтымыз ғой жаңа, так.
39 дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір қыры табан жастығымен 45 градус бұрыш жасайды және екі түбірасты екіге тең. Пирамиданың көлемін табыңыз. Так, дұрыс төртбұрышты пирамиданың бүйір қыры табан жастығымен 45 градус бұрыш жасайды. Екі түбірасты екіге тең. Пирамидамыз бізде бүйір қыры екі түбірасты екіге тең, табан жастығымен 45 градус бұрыш жасайды. Так, мына жақ бізде 45 градус болса, төбесі де 45-ке тең деген сөз. Сонда бізде мынандай нәрсе болып тұр. Тік бұрышты еще тең бүйірлі үшбұрыш болып тұр. Екі түбірасты екі. Сонда екі катеті бізде қаншаға тең болады деген сөз? 2-ге тең болады деген сөз. Енді мынау 2 дегеніміз бұл мына диагональдің жартысы. Сонда диагоналі 4-ке тең. Оны а түбірасты 2-ге теңестірсек, а дегеніміз 2 түбірасты 2 екен. Так, пирамиданың көлемі в тең 3-тен 1, с табан бізде 2 түбірасты 2-ні квадраттасақ 8, оған биіктігі 2-ні көбейтеміз. Сонда 16 бөлінген 3 деген жауапты алады екенбіз. Келесі дұрыс төртбұрышты пирамиданың табан қабырғасы 6-ға тең, ал биіктігі 4-ке тең. Пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Табан қабырғасы 6, биіктігі 4. Пирамида жасатын болсақ, биіктігіміз 4 дейді. Табан қабырғасы 6 дейді. Онда диагоналі 6 түбірасты 2, 3 түбірасты 2 болады деген сөз. Зачем маған диагональ? Көлем табу керек екен ғой. В тең 3-тен 1, табанның ауданы 36, биіктігі 4. Сонда 48 деген жауапты аламыз. Келесі көлемі 4 см куб, табанның қабырғасы 2-ге тең, төртбұрышты дұрыс пирамиданың бүйір қырының ұзындығын табыңыз дейді. Так, 4 см деген сөз. Что-то мына есеп таныс. Бәсе, так, мына есеп бізде 11-ші есеп. Пирамида деген бірінші бөлімінде бұны шығарғанды болатынбыз. Келесі, төртбұрышты дұрыс пирамиданың бүйір бетінің ауданы 2 түбірасты 13, табанның қабырғасы 2-ге тең, пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Бүйір бетінің ауданы 2 түбірасты 13 болса, 2 түбірастында 13 теңестіреміз. Төртбұрышты болса, ол 2AL. 2 көбейтеміз, а дегеніміз 2-ге тең, и бізде мынау L апофемасы. Сонда L неге тең болады? L бізде түбірастында 13 бөлінген 2-ге тең болады. Так, енді пирамиданың өзін сызатын болсақ. Бізде пирамида. L деген бізде апофемасы, ол бүйір жағының биіктігі. Сонда табан қабырғасы 2 болатын болса, мына соның жартысы ғой 1-ге тең деген сөз. L мына жақ болып тұр, түбірастында 13 бөлінген 2-ге тең. Сонда бізде мынандай тікбұрышты үшбұрыш болып тұр. Түбірастында 13 бөлінген 2, табаны 1-ге тең. Енді бізге биіктік табу керек. H тең квадратта базатамыз ғой, 13 бөлінген 4 минус 1. Сонда 4-тен 13-тен 4 азайтсақ 9. Бұл дегеніміз 3 бөлінген 2. Көлемі 3-тен 1, S табан қабырғасы 2, сонда 4 көбейтілген 3 бөлінген 2 биіктігі. 3 пен 3 қысқарады, сонда жауабы 2 болады деген ғой. Келесі табанның қабырғасы 9, биіктігі 10, бұны да шығарып қойдық ау деймін негізі. Сырттай сызылған шардың радиусы дейді. Жоқ, шығармадық.
Так, мына О дегеніміз сырттай сызылған шардың радиусы ғой. R шар деп қояйық. Табанның қабырғасы 9. Үш бұрышты дұрыс пирамида дейді. Пирамиданың биіктігі 10 дейді. Мына общий бізде биіктігі 10-ға тең. Енді біз айтқанымыз, мынау да бізде радиус болады дедік. Сонда мына жер O1 дейсек, бұл 10 минус R-ге тең. Енді ал мынау бізде үлкен R, яғни шеңбердің, сырттай сызылған шеңбердің радиусы болады. Бұл неге тең болады? Бұл A бөлінген түбірасты 3, яғни 9 бөлінген түбірасты 3 немесе 3 түбірасты 3-ке тең болады. Сонда біз Пифагор жазамыз. 10 минус R-дің квадраты қосамыз 3 түбірасты 3-дің квадраты тең болады R квадрат. Бұл жерде R квадрат деп жатқандар мынау шардың радиустары ғой. Сонда 100 азайтылған 20R қосылған R квадрат тең болады, тең емес. Қосу 27 тең болады R квадрат. R квадраттар қысқарады тағыны 20R тең болады 127-ге. R дегеніміз сонда 127 бөлінген 20 немесе 127-ні 20-ға бөлсек 6,35. Келесі. Пирамиданың бүйір қырлары табан жазықтығына 30 градус бұрыш жасай көлбейді. Пирамиданың табаны қабырғалары түбірасты 3, 2, бұны шығарып қойдық. Так, үш бұрыштың дұрыс пирамиданың биіктігі мен бүйір жағының арасындағы бұрыш 30 градусқа тең. Іштей сызылған шардың радиусы 1. Табан қабырғасын табыңыз. Бұнда шығардық. Табан қабырғалары 12, бүйір қабырғасы 10 болатын тең бүйір үш бұрыш. Пирамиданың биіктігі 3 дейді. Бұнда шығарды қойдым, по идее. Табаны катеттер 6-8 шығардық. Қиық пирамиданың биіктігі 5. Табандардың қабырғалары 6-8. Пирамиданың диагональді қимасының ауданын табыңыз. Так, бізде не айтып тұр? Қиық пирамида дейді. Қандай? 4 бұрышты. Енді осының сызбасын қарайтын боламыз. Мынау бізде қиық пирамида. Так, мына жағын сызайық. Қиық пирамида. Астыда үстіде бізде квадраттар. Енді диагональді қимасы деген сөз, мынау қызыл точкілермен сызылып тұрған, осы диагоналдар арқылы бізде пайда болған фигураның ауданын сұрап жатыр. Диагональді қимасы деген сол. Сонда біз бұны бүйтіп қазір құрастыратын болсақ, не пайда болды? Трапеция пайда болды. Сонда бізде осы трапецияның ауданын сұрап жатыр екен. Так, олай болса біз бірден сол трапецияны сызсақ. Так, табан қабырғалары 6 және 8 болып тұр ғой. Демек біз мынаны диагоналдар арқылы қосқаннан кейін 6 түбірасты 2 болады. Мынау бізде 8 түбірасты 2 болады. Биіктігі 5-ке тең дейді. Екі жағынан 2 биіктік түсіреміз. Сонда мына жағы бізде 6 түбірасты 2 болса, 8-ден 6-ны азайтсақ 2-ге бөлсек, түбірасты 2, мына жағы да түбірасты 2 болады. Сонда мынау бізде С деген пирамиданың несі? Қыры. Вообще-то бізге диагональді қиманың ауданын сұрап жатыр екен, оның керегі жоқ. Трапецияның ауданын табу керек. Ол А қосылған Б бөлінген 2, сонда 6 түбірасты 2 плюс 8 түбірасты 2 бөлінген 2 көбейтілген биіктігі 5-ке тең. Сонда 14 түбірасты 2 бөлінген 2 көбейту 5. 14-пен 2 қысқарады тағыны 35 түбірасты 2 деген жауап болады. Бұл бізде 48-ші есеп. Дұрыс жауабы 35 түбірасты 2 екен. 49. Үш бұрышты пирамиданың бүйір қырлары өзара перпендикуляр. Әрбір бүйір қыры 3 см. Бүйір қырлары өзара перпендикуляр десе, біз пирамиданы былай саламыз. Мына бүйір қыры, мынау и мынау. Осының алдында пирамиданың бірінші бөлімінде біз айтқан болатынбыз. Негізі бұл былай тұрады, пирамида ше.
мынауға бүйір қырлары 90 градус болып тұратын жерлер. Соны біз солға қарай не қыламыз, жатқызамыз, шалқайтамыз деген сөз ғой. Сол кезде әрбір бүйір қыры 3 болса, биіктігі де табандағы үшбұрышта бізде бірдей болып кетеді. Сонда табанда бізде тікбұрышта үшбұрыш, оның табаны ауданы 3 көбейтілген 3 бөлінген 2, 4,5-ға тең болады. Көлем табатын болсақ 3-тен 1, S табанымыз 4,5, мына биіктігі де бізде H болады да, ол 3-ке тең. Сонда жауап 4,5 болады деген сөз. Келесі, табан қабырғасы 6, бүйір қырлары өзара перпендикуляр. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың көлемі дәл жаңағыдай 9 болады шығар енді бұл. Өйткені жаңа бізде 3 болды ғой. Көрейік тексеріп. 6 болса. Так, табанның ауданы тікбұрышты үшбұрыш 6 көбейту 6 бөлінген 2 тең болады 18. Одан үлкен болады екен. В тең 3-тен 1 көбейтілген 18 көбейту 6. Сонда 36-ға тең болады. Пирамиданың көлемі 36. 53 есептейді. Так, берілгенде 4 деп берілген екен ғой, негізі бәсе. Неге жауаппен дұрыс келмей жатыр десем. Ну, ладно енді. 51. Пирамиданың биіктігі 10, табанның қабырғасы 27, 29, 52. Екінші табанның периметрі 72. Қиық пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Сонда бізде былай болып тұр. 3 бұрышты қиық пирамида болып тұр ғой. Жоғарғы табан периметрі 72, бұл бізде периметрі. Төменгі табаны бізде 27, 29, 52 болып тұр. Так, қиық пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Биіктігі 10-ға тең. Так, қиық пирамиданың көлем формуласы бізде 3-тен 1 көбейтілген H, жақшаның ішінде S1 плюс S2 плюс түбір астында S1 көбейтілген S2 тұғын. Значит, бізге несі керек? Ауданы керек. Так, аудан енді біз қазір қалай тауып аламыз? Біз былай тауып алады екенбіз. Төменгі тұрған үлкен табанның ауданын табайық. Геронға салып ше. Жарты периметрі 27, қосамыз 29, қосамыз 52, бөлеміз 2. Жүз 8, 12 бөлсек 54. Так, енді ауданы түбірдің ішінде 54 көбейтілген 54-тен 27-ні азайтсақ 27, көбейтеміз 54-тен 29-ны азайтсақ 25, 54-тен 52-ні азайтсақ 2. Сонда бізде 25-тен 5 шығады, 27 мен 2-ні көбейтсек 54, сонда 5 көбейтілген 54. 270. Сонда төменгі табанның ауданы 270 болып тұр. Енді ұқсастықпен шығара саламыз. Периметрлері 72 сантиметр дейік, метр дейік. Қатынасы төменгі табанның периметрі 108 болды. Төменгі табанның ауданы үлкен табаны 270 болса, метр квадрат болды өлшем бірлігі, төбесіңкі x метр квадрат. Екеуін бірдей қылу үшін өлшем бірлігін квадраттаймыз. Сонда 72-нің квадраты бөлінген 108-дің квадраты тең болады x бөлінген 270. Осы жерден x-ті табатын болсақ, 72-нің квадраты көбейтілген 270 бөлінген 108-дің квадраты. Так, 270 көбейтілген 72 көбейту 72 бөлеміз 108 бөлеміз 108. Так, 120 болады екен.
120 деген бұл S1 дейік. Мынау бізде S2. Енді мынау формулаға саламыз. Формулаға салатын болсақ, V тең 3-тен 1 көбейтілген биіктігі 10, жақшаның ішінде S1 бізде 120, қосылған S2 270, қосылған түбірдің ішінде 270 көбейтілген 120. Сонда бізде шығады 270 көбейтілген 120, түбірген алатын болсам 180 дейді, оған қосамыз 120 қосу 270. 570 деген 3-ке бөлінеді ғой. 190 10-ға көбейтсек, сонда жауап бізде 1900 деген жауапты алады екенбіз. Осындай бір керемет есеп екен мынау. Келесі 52. Дұрыс төртбұрышты пирамиданың биіктігі 7, табан қабырғасы 8, бүйір қырының ұзындығы. Бұны да біз шығардық. 53. Пирамиданың табан қабырғалары 40-25-25, оның биіктігі 8 см және үшбұрыштың 40 см қабырғасына қарсы жатқан бұрыштың төбесі дейді, арқылы өтеді дейді. Пирамиданың бүйір бетінің ауданы дейді. Так, мынау 40 болсын. Мына жақ сонда 25. Енді үшбұрыштың 40 см қабырғасына қарсы жатқан төбесі деген сөз мына жаққа осы арқылы биіктік өтеді дейді. Мына жер биіктік болса, сонда мына екі биіктік қоссақ, бізде осындай пирамида болады. Ол биіктік бізде еще неге тең? 8-ге тең. Осы пирамиданың бүйір бетінің ауданы тап дейді. Сонда бұл биіктік еще табанда қырларына да табандарына 90 градуспен перпендикуляр болады. Сонда бізде мынандай болып тұр. Биіктігі 8, мына жағы 25. Тікбұрышты үшбұрыш. Осының ауданын тап деген сөз ғой. Сонда S тең болады 8 көбейтілген 25 бөлінген 2. Сонда 100 болады. Енді бұндайдан бізде 2 бар ғой, 2-ге көбейтсек 200. Енді бізге 40 болып тұрған, табаны 40 болып тұрған үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Ол үшін маған не керек? Апофемасы керек. Апофемасы керек. L деген. Так. Бұлай болып тұрсында. 25 және 40 деген. Енді биіктік түсіретін болсам табанына қарай 20-20-ға биікке бөледі. Сонда 20-25, мына жер 15 болады. Сонда мынау бізде 15-ке тең. Енді қызықты қараңдар. Он бес деген мынау жер, мынау биіктігі 8. Мынау бізде жаңа апофема деп атқанымыз L. L-ді табатын болсақ, 64-ке қосамыз 225-ті, 289, одан 17 шығады. Сонда бізде үшбұрыштың апофемасы деп тұрған 17, табанның қабырғасы 40. Ауданын табатын болсақ, 40-ты 17-ге көбейтеміз. 2-ден 1 А көбейтілген H қой. Бөлеміз 2-ге. 20-ны 17-ге көбейтсек 340. Бұл бізде мынау үшінші бүйір жағының ауданы. Сонда бүйір бетінің ауданы 200 қосамыз 340 тең болады 540 деген жауап. 540 деген жауап. Келесі пирамиданың биіктігі 16, табанның ауданы 512, табанына параллель, қимасының ауданы 50. Онда табаны қандай қашықтықта жатады дейді. Осылай болып тұр ғой. Так, примерно пирамидадан так биіктік түсіретін болсақ, осылайынан ол 16-ға тең. Бұл 16 дәу үлкен бір пирамиданың биіктігі. Енді табанның ауданы 512, мына жер S1 512 метр квадрат, мына жақ S2 қимасы бұл 50 метр квадрат.
Енді ұқсастыққа саламыз. Ұқсастыққа салатын болсақ, мынау H1 дейік, үлкен пирамиданың биіктігі. H2-нің H1 яғни 16 метрге қатынасы, S2 бізде 50 метр квадраттың 512 метр квадратқа қатынасына тең. Өлшем бірліктері метр, мына жақта метр квадрат болғаннан кейін теңестіреміз. Сонда H2-нің квадраты тең болады 16-ның квадраты 256, тең болады 50 бөлінген 512. Екеуін қысқартып жүрсек 2. Сонда H2-нің квадраты тең болады 25-ке. Сонда H2-міз 5-ке тең екен биіктігі. Сонда мына жер бізде 5 болады. Общий 16 болса, мына жақ 11-ге тең болады. Сонда ара қашықтығы қанша екен? Екеуінің 11-ге тең болады екен. Жауабы сонда 11 метр ара қашықтықта жатыр екен. Қимамен. 55. Табаны қабырғалары 2 түпірасты 3 аралығындағы бұрышы 30 градусқа тең параллелограмм. Пирамиданың биіктігі табанының кіші диагоналіне тең болса, онда пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Пирамиданың табанында бізде параллелограмм жатыр екен. Біреу 2, бір жағы түбірасты 3-ке тең. Арасындағы бұрыш 30 градус дейді. Так. Осында енді пирамида болып тұр ғой, короче. Енді айтады, пирамиданың биіктігі, мынау H деген, табанының кіші диагоналіне тең дейді. Кіші диагональ мына жер болсын. D1. Пирамиданың көлемін табыңыз дейді. Енді D1-ді біз қалай табамыз? D1-ді табу үшін косинустарға саламыз. D1-дің квадраты тең 2-нің квадраты қосылған түбірасты 3-тің квадраты минус 2 еселенген 2 көбейтілген түбірасты 3 көбейту косинус 30-да түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда D1 квадрат тең болады 4, 3, 7 азайтылған 2 мен 2 қысқарып кетсе 6. Сонда кіші диагоналі 1-ге тең. Бұл дегеніміз еще биіктігімен 1-ге тең деп тұр ғой. Енді көлемін табайық. Көлем табу үшін табанның ауданы керек. Параллелограмм ауданы AB синус альфа 2 көбейтілген түбірасты 3 көбейтілген синус 30-да 2-ден 1-ге тең. Сонда түбірасты 3-ке тең болады. Көлемі 3-тен 1 көбейтілген табанның ауданы түбірасты 3 көбейтілген биіктігі 1. Сонда түбірастында 3 бөлінген 3 екен. 56. Пирамиданың биіктігі табанның кіші қабырғасына тең болса, пирамиданың көлемін табыңыз. Дәл 55 сияқты екен. Табанның диагональдары 4 және 2 түбірасты 3 дейді. 4 және 2 түбірасты 3. Онда мына түбірасты 3 болады, мына жағы да түбірасты 3. 2 болады, 2 болады, 2-ге бөлінеді. Пирамиданың биіктігі биіктік жүріс қойылайық. Пирамиданың биіктігі неге тең дейді? Кіші табанының қабырғасына тең, яғни А-ға тең деп алайық. Мынау А болсын, мына жер Б болсын. Пирамиданың көлемін табыңыз. Енді бізде параллелограммда мынандай нәрсе бар. D1-дің квадраты қосылған D2-нің квадраты тең болады 2 еселенген А квадрат плюс Б квадрат деген. Еще диагональдардың арасындағы бұрыш 30 градусқа тең дей ма? Онда бұған салмаймыз. Бұған салмайды екен біз. Мына жер 30 градус. Сонда бізде былай болып тұр ғой. Мынау 2, мына жер түбірасты 3 дейік. Мынау бізде бір қабырғасы. Так, жер сәл қателеу. Бізде параллелограмм диагональдары
2 дейік, мына жердің түбірастында 3 дейік. Арасындағы бұрыш 30 градус. Мынау А деген қабырғасын тауып алайық. Тоже косинустарға саламыз. А квадрат тең 2-нің квадраты көбейтілген түбірасты 3-нің квадраты қосылған, то есть. Минус 2 көбейтілген 2 көбейту түбірасты 3 көбейтілген косинус 30-та түбірасты 3 бөлінген 2. Сонда А квадрат тең дәл жаңағыдай 7 азайтылған 6 тең 1-ге. А тең 1-ге. Сонда биіктігі де 1-ге тең болады деген сөз ғой. Енді табанның пирамиданың көлемін табу үшін табанның ауданы. S табан 2-ден 1 D1 D2 көбейтілген синус альфа деген формулаға саламыз. Өйткені бізге диагональ берген. Так, екінші табанын тауып керек жоқ ау негізше. Осыған салсайық. Сонда S табан тең 2-ден 1 көбейтілген 4 көбейту 2 түбірасты 3 көбейтілген 30 градус болса 2-ден 1. Сонда 2 түбірасты 3-ке тең. Көлемі 3-ден 1 көбейтілген 2 түбірастында 3 табаны көбейтілген биіктігі 1-ге тең. Сонда 2 түбірастында 3 бөлінген 3 деген жауапты алады екен біз, достар. 57. Пирамиданың бүйір қырлары 6 см, өзара перпендикуляр. Көлемі жаңа біз таптық, бұны 36 болды ма, по-моему. Пирамиданың табан қабырғалары 6-8, тік төртбұрыш, барлық бүйір қырлары 5 түбірасты 5-ке тең. Пирамиданың бүйір көлем табыңыз дейді. Барлық бүйір қырлары тең болса, бұл сырттай сызылған жоқ, бұған қатысы жоқ екен ғой. Так, тік төртбұрыш екен. Тік төртбұрыш 6 және 8 диагонал жүргіземіз. 10 болады да, оның жартысы 5. Бүйір қырлары 5 түбірасты 5-ке тең. Енді бізге ашық биіктік табу керек. Ашық табатын болсақ, 5 түбірасты 5-дің квадраты 125-тен азайтамыз 25-ті. Сонда биіктігіміз 10-ға тең. Енді көлем табамыз. В тең 3-ден 1 көбейтілген 48 көбейтілген 10. 120 деген жауапты алуымыз керек. Десем 160 деп тұр жауап. 16 ғынара. Сонымен бізде осымен есептер бітті-ау. Аха, біткен екен. Так, сонымен оқушылар, паузаға қойып, өзіміз шығарып көреміз. Сосын егер қате болып жатса, қайталауын көріп, түсініп алуға тырысыңыздар. Қош сау саламатта болыңдар. Құдай қаласа, пирамиданың есептері ұбытта кездессе, шашатын болыңдар. Жақсы.